Сәлем, достар! Тарих ағай жобасы сіздермен бірге. Бүгін біз қазақ даласында тұңғыш рет құрылған ұлттық әскер Алаш жасағы туралы әңгімелесеміз. 1917 жылы ел ішінде аласапыран басталды. Ақтар мен қызылдар, патша жақтастары мен төңкерісшіл большевиктер арасында қанды соғыстар жүріп жатты. Осы кезде қазақ зиялылары Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов бастаған алаш қайраткерлері халықты қорғау үшін өз мемлекетін құруға бел байлады. Олар алаш автономиясын жариялады, бірақ мемлекет болу үшін ең алдымен ел қорғайтын әскер керек еді. Сол себепті ұлттық милиция алаш жасағы құрылды. 1917 жылы Орынборда өткен екінші жалпы қазақ съезінде алаш әскері жасақтала бастады. Милиция саны 13500 болу керек деп шешілді. Семей облысында 1500, Торғайда 3000, Жетісуде 2000. Басқа өңірлерде де сондай сандар бекітілді. Бұл ресми әскер болмаса да, нақты жасақ жігіттер өз еріктерімен кейде міндеттеліп милиция қатарына алынды. Болыс басына 30 адамнан жинау бұйырылды. Алаш жасағы тек жаттығып қана қойған жоқ, нақты ұрысқа да қатысты. Жетісуда 30-шы Айжанов бастаған жасақ халықты қызыл әскерлерден қорғады. Өз еліне қатын баламды алып кет, мен елмен бірге тірі болсам тірімін, өлсем де осындамын деп хат жазған 30-шы Көктұма да ерлікпен қаза тапты. Бұл оның еліне деген адалдығының, әскери рухының дәлелі еді. Алаш әскерінің қызметі жүйелі болды, жалақы да қарастырылды. Мәселен, бойдақтары 60 сом, отбасыларға 160 сом. Жасаған қызметіне қарай ат, көлік, киім, қару-жарақ мәселесін халық өзі шешті. Қаражан Үкібаев, Отарбай Қажы, Иса Көпжасаров секілді ел ағалары алаш жасағын өз қаражатымен қамтамасыз етті. Енді қазақ тілімен айтқанда меценат қой. Кім десеңіздер, мысалы Тұрсын Алагөзов өз қызметкерлеріне 100 пәтер тегін берді. Сондай. Енді кейбірі жүздеген жылқы, мыңдаған сом ақша беріп, ұлт армиясын көтеруге үлес қосты. Алаш жасағының ішінде нақты әскери тәртіп болды. Командирі Хамит Тоқтамышев. Ал штабтарда Әлихан Бөкейхан, Ахметжан Қозыбағаров, Әбікей Сатпаевтар жұмыс істеді. Жасақшылар алаш деп ұрандатып шеруге шыққанда туларында жасасын алаш, жасасын отанның адал ұлдары деген жазулар болды. 1919 жылы алаш әскері Жетісуда, Троицкіде және Оралда нақты шайқастарға қатысты. Алаш жасағының бір бөлігі Колчак үкіметімен, енді бір бөлігі қызылдармен келіссөздер жүргізді. Бірақ тарихтың ағыны өзгерді. 1920 жылы Алашорда таратылып, әскери құрылым Қызыл армия құрамына енді, осылайша тарихта аяқталды. Бүгінгі айтарымыз осы. Қымбатты көрермен, лайк басыңыз, пікір жазыңыз және дәл осы құнды деректі өзіңіздің досыңызға жеп беріңіз. Тарихымызды бірге біліп жүрейік. Аман болайық.